Ассалаумағалейкум. Бүгінгі кезекті подкастымызға осы Қызылорда облысының полиция басқармасының экстремизм іс-қимылы бойынша полиция майоры Абдраим Сапарәлі Абдрахманұлы студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің өзекті тақырыбымыздың бірі қазіргі таңда осы діни сауаттылық. Діни сауаттылық ол радикализмді алдын алудың ең басты бір себептері болып табылады. Сол себептен де осы подкастымызды кішігірім осы тақырыптарда өрбітсек деген осындай жоспарымыз болды. Енді қазіргі таңда білесіз, жастардың осы радикализмге бет бұруы өте белең алып отырған мәселелер. Енді осы тұрғыда бізде кейде ата-аналардың арасында мынандай сұрақтар туындап жатады. Қаншама ақпараттық түсіндірме жұмыстары болсын, мектептерге жоспарлы түрде жылына 2 рет 3 рет жүргізіліп жатқан күннің өзінде неге жас балалардың осы радикализмге бет бұруы толастар емес? Демек, бәлкім заңды толық білмеу немесе ол заңдарды қалай жүзеге асып жатқанынан да бір бейхабар мәселелер бар шығар деген осындай бір сауалдар бар. Енді осы төңіректе сіз кішігірім айтып өтсеңіз, қандай баптар бар, заңдар бар деген секілді. Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда енді кәмелетке толмағандар арасында әлеуметтік желілерде жаңағы TikTok, Instagram желілері бар, Telegram желілері бар. Сол кезде сол әлеуметтік желілерден кәмелетке толмағандар арасында бізде жыл басынан 6 кәмелетке толмаған анықталып отыр. Мониторинг жүргізу барысында. Олар жаңа экстремистік сайттарға сол белгісіз шетел азаматтарының тұлғаларымен сөйлескені бар, комментарий жазғандары бар, анықтап, қазір ата-аналарын шақыртып, біз жаңа осы облыстық дін істер басқармасының теологтар мамандарымен сұхбат жүргіземіз, профилактикалық іс-шара жүргіземіз, ата-аналарына ескертеміз. Енді қазіргі таңда әлеуметтік желі деген қатты қозып кеткен ғой. Әлеуметтік желіде жас балалар білмейді, түсінбейді. Жаңа өзіңіз айтпақшы, заң білмегеннен көбісі ол ештеңе болмайды, мен әшейін жаза салдым ғой, оны кім біліп баратыр деген оймен жазады. Оны біз мониторинг жүргізу барысында анықтап шақырған кезде мен білген жоқпын, ата-анасы да білген жоқпын. Енді ата-ананың, мен айтарым ата-анаға қазіргі таңда балаларының ұялы телефондарына бұғат жасаған дұрыс деп ойлаймын, тексеріп отқан дұрыс деп ойлаймын. Ата-аналардың өздері кейбір сондай жайттар болды. Мектеп оқушыларының 4 класс, 4 сыныпта оқитын, енді жап-жас бала ғой. Сол баланың өзі сондай радикализм тұрғысында комментариялар жазған. Ата-анасының өзі сол мектептің мұғалімі. Айтқан кезімізде ата-анасы жаңағы орысша айтқан шок дейді ғой, шоковый состояниеде болып қалды. Қалай ол мен балам мұндай кірді деген сияқты. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желіні қатты бақылауға ұстау керек деп мен ақыл кеңес беретін едім. Енді экстремистік кәмелетке толмағанда жауапкершілікке тартылады, именно экстремизм саласы бойынша. Ол жаңа 4 класс басқа нелер жауапкершілікке тартылмағаннан кейін ата-анасына ескерту жасаймыз. Қазіргі таңда ауызша ескерту беріп жатыр. Бір жылдың ішінде 16 жасқа дейінгі ғой, 16 жасқа дейінгілер. Ата-анасына ескерту беріп жатыр. Ата-анасына 1 жыл бойы баланы бақылауда ұстаймыз. Алдағы уақытта ол контрольға алынады. Әлеуметтік желі ғой барлығын құртатын. Білмегендік қой. Діни экстремизм, жалпы экстремизм саласында өзі қылмыстық кодексте 174 және 256 баптары бар. 174 бап діни алауыздық қоздыру, яғни ұлттық, діндік, нәсілдік алауыздық қоздыру көбісі білмейді. Қазір шығып жатыр ғой, жаңағы статустарына, өздерінің нелеріне, әлеумет желілеріне шет жаңа орыстарды жамандайды, басқа ұлт өкілдерін жамандайды. Ол діни жаңағы ұлттық алауыздық тудыру болып кетеді. Ал діни алауыздық жаңағы дінге қатысты. Бір дінді бір діннен төмендету, салафизм дейді, өзіміздің ханафи мазхабы, бір-бірінің мазхабтарын жамандайды, тәңіршілдер деген сияқты сондай аудио-видео записьтарды, жазбаларды нелеріне қояды, содан қылмыстық іс қозғалады. Біз тергеу барысында, адам құрықтаған барысында біз ондай екенін білген жоқпын деп айтады. Енді заңда бар, заң білмеген жауапкершіліктен босатылмайды деген. 256 бапта, 256 бабымыз ол
терроризм насихаттау ғой. Ол бап біздің экстремизм саласындағы жаңағы қылмыс кодексінің баптары ауыр қылмыстар санатына жатады. Енді мен ойлаймын, енді артық нәрсе, білмейтін нәрсені салмаған дұрыс. Білім алғың келсе, енді Қазақстанда өзімізде КМДМ-да жаңа бекітілген имамдар бар, теологтар бар, басқармада, сол кісілерден білім алу керек, интернет желісінен білім алуға болмайды. Алмаған дұрыс деп санаймын. Дұрыс айтасыз. Жалпы мен өзім де осы теологпын, өзіңіз білесіз, енді кездесіп жүрміз кейде осындай жұмыс барыстарында. 2 жылдың ішінде, мен қазір қызмет жасап жатқаныма 2 жыл толды. Бұрындары оқып жүрген кездерде біз мешіттерде адамдардың жалпы өзге ағымдарға ілесіп кетуі солай айтылатын. Көзбе-көз көрініп қалуы деген секілді, немесе студент балдарды тарту деген секілді, оның материалдық жағдайына, немесе психологиялық тұрғыдан деген секілді. Ал енді қазіргі таңда байқап отырсақ, жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, мектеп жасындағы балалардың, тіпті 16 жасқа дейінгі балалардың енді дәл сол тұрғыда кетіп қалып емес, осы әлеуметтік желі арқылы көбіне ақпарат алып, өкінішке орай солай кетіп қалып жатқаны енді назарға түсіп жатыр. Бұл дін мамандарын, осы теологтарды да қазір таңғалдырып отыр. Өйткені қаншама шара өткізіледі, сіздердің осы айтып отырған заңдарды біз де кейде көрсетіп отырамыз, слайдпен немесе видеоларды қосып, бірақ нәтиже солай. Енді қарап отырсақ, біз қазір неше түрлі анализдерді жасаймыз. Енді тек қана діни тұрғыда емес шығар. Енді діни сауаттылық деп жаңа айтып жатырмыз ғой. Діни сауаттылықта мынандай нәрсе өте маңызды болып тұр қазір. Намаз оқысам, мен сауаттымын деген секілді. Бірақ өкінішке орай ол да құтқарып жатқан жоқ. Өйткені намаз оқығаны жеткіліксіз болып тұр. Бізде кітап болсын, діни әдебиет болсын, оның барлығын сүзгіден өткізу, кейбіреулер діни сауаттылықты арабшамен, Құран оқи алумен, араб тілін толық меңгерумен, дін ғылымына толық түсінумен ғана былай есептеп жатады да негізі. Бірақ ондай мағынада емес, өйткені қазір дамыған заманда өмір сүріп жатқаннан кейін өзіміздің ана тілімізде де қаншама діни әдебиеттер жазылған. Тіпті сол кітаптардың өзімен де біз діни сауатымызды күшейте аламыз негізі. Бірақ енді сондай ақпараттар толығы болғанның өзінде осы YouTube арқылы, TikTok арқылы осы радикалды адамдардың уағыздары жылдам кетіп қалып жатыр. Сосын қазір білесіздер, енді контент жасаған кезде көбісі қысқа видеолармен жасайды. Алданып қалады. Сосын барлығымызға бір ортақ нүкте шығар. Бір видеоны қарап отырсақ, ұзақ видеоны біз қарауға сабырымыз жетпейді. 15 секунд әрі кетсе, соның қызық. Тіпті сол радикалды контенттерінің өзін соған да кіргізіп жатыр екен. Жай ғана бір сөзді қойып қояды. Енді қоғамда осы дінге қатысты мына нәрсе ширк. Ширк дегенді естіген шығарсыз. Дәстүрімізде мына нәрсе ширк деген секілді жай ғана бір тақырыпты қоя салады видеоға. Домбыра харам деген секілді, немесе біздің жалпы қазақта қандай нәрсені оны сол ширкке ұқсататын болса, соны 15 секундтық видеоға да кіргізе алады. Олар демек ақпаратты түрде де бір сауатты болып тұр да. Енді біз осы нәрселерді қазір айтып жатырмыз, көбіне қазіргі соңғы жоспарларға сәйкес осы видео түрінде де осы мәселелерді біз қарастырып жатырмыз да. Енді алаңдатып отырған мәселе де осы ғой, жас балдардың көбеюі. Енді сізге де рахмет. Осы өткені экстремизм бабы бойынша енді негізгі осы 2 бап қой, жаңа сіздің айтып отырғаныңыз. Негізгі осы 2 бап. Өзіңіз білесіз, сіздермен жаңағы кәмелетке толмағандарды алып келіп профилактика жүргізу барысында көрдіңіз ғой. Жаңағы сөйлесу барысында олар жаңағы экстремистік топтағы адамдар жаңағы кәмелетке толмағандардың ата-анасымен сырласпауынан көбінесе. Ата-анасымен бір-бірімен сырласпайды, жасырады. Оған ештеңе айта алмайды, ата-анасы ұрсады деп ойлайды да. Жаңағы адамдар психологический не ғой, атака. Іш бауырына кіреді. Ата-анасына айта алмаған нәрсені сол жаңа сөйлесіп жатқан адамға айтады. Бірінші жақын досы болады. Жаңа сұрағанын береді. Жақын адамның орнын басады. Жақын орнын басады. Іш бауырына кіріп, сөйтіп барып адамды алдап өз нелеріне түсіріп жатыр ғой. Арбауларына түсіріп жатыр. Мен айтатын едім, ата-аналар
балалармен көп уақыт бөлу керек. Енді жұмыс ешқайсымызға жаңа жетпейді ғой. Жұмыс отбасы ғой, ең бірінші құндылық отбасы. Өзіміз жауаптымыз. Иә, өзіміз жауаптымыз. Ата-ана баламен көп сөйлесу керек, бақылау жасау керек телефондарына. Қазіргі заманда мен ойлаймын, бір-бірімен жаңа бақталастық заман, анау андай телефон, мынандай телефон дейді, сол телефон алады. Жаңа TikTok деген қазір андай болды, жаңа видео салсаң, лайк жинасаң, ақша түседі, бірдеңе деген сол сияқты бала-шағалардың көбісі лайк, жаңа комментарий жаз дейді, репост жаса дейді, сөйтіп ақша жинаймын деп ойлайды, сөйтіп алданып қалып жатыр көп нәрсеге. Олар енді соның жаңа өзіңіз айтпақшы, олар да сол әлеуметтік интернет желісін қатты меңгергеннен кейін ба, бір жағынан психолог болады ма, сол балдардың сондай именно жанды жерінен түседі ғой, жанды жерінен түседі, сондай несі лайгын басады, жаңа ақшасын болса ақшасын аударады, сөйтіп іш бауырына кіріп сөйтіп арбап өздерінің нелеріне тартып кетіп жатыр. Енді ата-аналарға кеңесім бала шағасының телефондарын қатты бақылауға ұстаған дұрыс, уақытымен берген дұрыс. Қазіргі таңда енді телефондардың барлығына бұғатты режимі бар ғой, уақытпен ғана қосып бере алатын, контроль жасалып отыратын, родительский контроль дейді ғой, енді ата-ананың контролі, сонымен қарап отырса болады. Әрқайсысын телефон негізі тексеріп, бала шағасымен жиі сөйлесу керек, ұрыспай жай сөйлесу керек, ойында не бар екен, мектебінде қандай жағдай болып жатыр екен, интернетте не көріп жатқанын бәрін бақылауға ұстаған дұрыс деп ойлаймын мен. Сапар мырза, мынандай мәселені естіп қалдым. Ойын арқылы да мынау PUBG, Free Fire деген ойындар бар екен. Енді мен өзім жеке басым былай ойынға бір толығымен ойнап көрген адам емеспін, бірақтан ішінде онлайн түрде адам сөйлесе алады екен. Сол арқылы бір іс қозғалған кездер болды ма? Ондай қазіргі таңда біздің практикада, менің практикамда болған жоқ. Бірақ енді ондай ойындар бар, бір-бірімен жаңағы өзіңіз айтпақшы онлайн кәдімгі сөйлесіп отыра береді. Ар жағында мысалы сіз мына жақта, мен өзім үй жағында болсам бір-бірімізбен ақылдасып сөйлесіп отыра береміз. Жалпы мен өзім ұсынысым жаңағыдай ойындарға запрет берген дұрыс қой. Бұғат қойған дұрыс. Жаңағы атыс-батыс соның бәрін көреді да, балалар уже психологиясы бұзылады. Сонда атыс көреді, діни экстремизм видеоларын көреді. Біздің Қазақстанға мен ойым, мен запрет қойған дұрыс деп ойлаймын мен жалпы. Дұрыс айтасыз. Өйткені біз де өзіміз анализ жасаймыз ғой кейде. Сол кезде ойындардың ішінде жалпы мына телеграмдарда боттар болады, немесе парақшаларында жалпы діндар адам, енді радикалды ұстанушылар көбіне арнайы бір атауларды қолданады өздеріне. Во имя Аллаха деген секілді, таухид. Бірақ қарап отырсақ, енді араб тілден қараған кезде негізі жаман сөздер емес, әрине, мағыналар жақсы. Дегенмен ол сол адамның ар жағындағы идеологиясында жаңағы нәрселер шығып жатыр. Біз парақшаларды кейде тауып алған кезде ішінен жаймен деп дінге шақыру, мейірімділікке шақыру, ең соңынан қоғамнан оқшаулау. Сен Қазақстан секілді мемлекетте өмір сүрмеуің тиіс, сен шариғатпен басқарылатын осындай жаңалықтар, осындай постерлер шыға бастайды екен, кейін басқа да сайттарға сілтеме беріледі екен. Бірақ олардың барлығы түбінде бұғатталатын, бұғаттауға кеткеннің өзінде басқадан қайтадан ашып белгіледі екен. Өйткені қазір біз енді киберқауіпсіздік жүйесі бар ғой, ақпараттық жүйесі, онымен біздер де жұмыс жасаймыз. Сол себептен назарға түсіп қалып жатады. Енді ата-аналар да қойған кездері болды, жаңа сізге болған сұрақты, сол себептен қойып жатқаным бұл. Мен де қазір жақындарыма көбіне айтып жүремін осыны. Сіз ойын ойнаған кезде абай болыңыздар. Өйткені өздерінің атауларын қойып қояды екен, жаңағыдай. Ол міндетті түрде өзінің атауын қоймайды деп мен солай есептеп отырмын. Өйткені діни көзқарасы бар адам, ол міндетті түрде атын басқа өзгертіп қояды, атын басқа бір адамның жамылады деген секілді. Таба алмайтындай. Таба алмайтындай. Енді қазір жалпы мына ақпаратты естіген шығарсыз, осы ораза айт, құрбан айт мерекелері, мұсылмандардың осы екі ұлық мерекесі, сол жақындаған уақыттарда осы әлеуметтік желіде, әсіресе WhatsApp арқылы неше түрлі SMS-тердің көбеюі діни мәтінде. Сол жайында іс қозғалған кездер болды ма сіздерде? Мен айтып отырмын, қазір менің практикамда ондай болған жоқ. Менің практикамда болған жаңағы діни алауыздықты қоздыру 174 баппен, жаңағы терроризм насихаттау, сондай баптармен
іс қозғалды. Одан кейін тағы да не бар, айта кететін жайт бар. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 490 бап бар. Діни әдебиеттерді, брошюркаларды жаңағы белгіленбеген жерде сатпау. Егер де сондай белгіленбеген жерде сатқан жайттар болса, ол 490 баппен әкімшілік хаттама толтырылады. Көбісі біле бермейді енді. Мен жаңағы магазин аштым, сол кітаптардың арасында Құран кітап ол діни әдебиетке жатады мысалы. Көбісі Құран кітап ол Құран кітап қой дейді. Дұрыс, Құран кітаптың мәртебесі жоғары, бірақ белгіленген жерде өзіміздің бекітілген республикамыздың заңы бар, КМДМ бар, сонымен бекітілген жерде сату керек, рұқсат етілген жерде ғана сату керек. Оны мысалы Құран кітапта мәтінін көбісі түсінетін бар, түсінбейтін бар дегендей ғой. Сол себепті содан да мен айтатын ем, белгіленбеген жерде сатуға тыйым саламыз. Дұрыс айтасыз. Өте рахмет. Анау жаңағы мәселені бізде бір үлкен кісілер осы көтерген болатын. Көтергенде маған біреулер осындай SMS жіберіп тұр деп айтады. Жұма қабыл болсын, осындай аят хадистерді жазады екен де, артынша арабша мәтіндерді қосады. Біз енді ескертіп айтамыз оларға маман ретінде, арабшаны білмейсіз ба, түсінбейсіз ба, ең дұрысы оны ашпаңыз. Таратпаңыз. Өйткені оны жіберіп тұрған адамның мүддесіне білмейміз. Сілтеме арқылы ақша жинайтын сондай экстремистік топтарға, қаржы ұйымдарда жоқ емес, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Соны да біз қазір ескертіп жатырмыз. Енді осы эфирді көрермендерге де бұны енді айтып отырған жайымыз да осы ғой. Бәлкім естімей қалған болар. Енді біз үлкен кісілердің қоюы осы сұрақты жиілеп жатыр. Біз телефонды көп қолдана алмаймыз дегенмен осы кейде жақсы нәрсе екен деп бөлісіп қоямыз дейді. Бұнда тұрған зиян бар ма деп бізден сұрайды. Ол жаңағыдай ғой, 174 бап болады ғой. Егер де мысалы сол жіберілген мәтінде немесе видеоның арасында эксперт егер де діни алауыздық қоздыратын сөздер, жаңа мәтіндер бар десе, оны таратқан үшін де 174 баппен жауапкершілікке тартылады адам. Тарату жерде бар, тасымалдау, сақтау дегені бар. Сол себепті таратпаған, түсінбейтін нәрсені желательно енді жарияламаған, таратпаған дұрыс қой. Енді бізде қазір енді радикалды адамдарды біз қалай танимыз? Қоғамда енді өзіміз жұмыс барысында да байқап жатамыз. Сіздерге де жалпы осы діни ағым жақтағым өкілдері бір өзге де қылмыстарды жасап қойып сіздердің алдарыңызға келген кезде жалпы ол адамдардан қандай белгілер сіздерге көп осындай екен ғой деген секілді бір пікірлер туындай ма? Бұл адамдықтар жалпы қалай, тек діни бағытта ма, немесе өзге кәсіптің бір маманы болуы мүмкін ба? Діни білімі бар жоғын сіздер қалай анықтай аласыздар ма оны? Бізде енді жаңа өзіңіз радикальный адамдар келген жағдайда өзі қазіргі таңда ажырату қиын. Баяғыда жаңағы балағымен, қысқа балағымен, сақалымен, түр әлпетімен, киім кию үлгісімен жаңа байқайтын едік қой. Қазіргі таңда бар, сақалсыз да, ұзын балақпен де жүре береді, бірақ несі жаңа ұстанымы радикализм жасырады. Дәл солай. Қазіргі таңда анықтау қиындау, енді барша өзіміз жаңа мамандардың, сіздердің жаңа теолог мамандардың көмектерімен сұхбаттасу барысында анықталады ол жағдай. Анау кейде осы сұхбат өзге де мамандармен, біз өзге сала мамандарымен де сұхбат жүргізген кезде көбісі ойлап қояды екен, дін жалпы осы радикал деген түсінік тек діннен ғана келеді деп ойлайтындар да бар екен негізі. Ал бірақ қарасаңыз жалпы ғылым, дін саласы болсын, жалпы кеңінен зерттегенді, кеңірен кіргенді, түбіне мәселе қайдан шықты деген секілді соған дейін зерттеуді талап етеді. Ал енді біз де өзіміз маман ретінде айтамыз, жоқ, радикалға тек бір радикал адамның уағызы себеп болмауы мүмкін. Жаңағыдай солға түсіп кету. Отбасында ата-анасынан бір зорлық көрген болуы мүмкін, егер жас бала болатын болса, немесе ол жас баланың діни түсінігі былайша жақсы қалыптасып келе жатқан кезінде оған ата-анасының қарсы шығуы, немесе
буллингке ұшырауы деген секілді сол мәселелердің де радикалдануына себеп болатындығы иә байқалады екен қазір. Өзіңіз байқағанда енді қазір неде жаңалықтардан көрсетіп жатыр ғой. Россияда, шетелде жаңа мектеп оқушылары бар, мектепті қырып тастап жатыр. Солар мысалы радикал емес қой олар. Ол дін саласында білмейтіндер мысалы. Жаңағыдай қысым көруінен, басқа жағынан мектепте жаңа үлкен өзінен әлімжеттік жасауынан, отбасындағы жаңа қысымнан барып сондай неге барып жатыр деп ойлаймын. Бас салып ол дін саласына жабуға болмайды оның радикалдың барлығын. Психологический ғой жалпы мен өзім ойым. Енді радикал адамның жалпы 5 белгісі бар деп айтады. Енді ең алғашқысы осы білесіз, бәрін жоққа шығарады. Мына қоғам дұрыс емес, араға бар, тойға баруға болмайды, тек халал болу керек. Тіпті өзінің ата-анасымен де араласудан бас тартады. Одан кейінгі жаңағы оқшаулану ғой. Мектеп жасындағы бала болсын, үлкен кісі болсын, енді осы нүктелері ұқсас. Жақын досымен де, ата-анасымен де қарым-қатынасты үзіп, тек оқшау. Мен жалғыз өзім ғана өмір сүремін, мен өзімнің пікірлес адамдармен ғана өмір сүремін деген секілді. Одан кейін осы ең көп назар аудартатыны да бізде осы ата-анасынан бас тартуы ғой. Енді біз жиындарға осы ақпарат түсіндірме тобы осы жиналыстарға барған кезде көбіне ескертіп айтамыз. Егер балаңыздың немесе жақыныңыздың бойынан осы белгілерді байқасаңыз, онда дереу дабыл қағыңыз, дереу әрекетке көшіңіз. Осы сіздер бар, экстремизм басқармасы бар, немесе теолог мамандар бар, немесе имамдар, ұстаздар бар, дереу барып сұхбат құруға немесе көмек сұрауға әрекет жасаңыз деп осылардың бәрін біз қазір айтып жүрміз. Есіңізде осы сөзіңіз бөлін, есіңізде осы өткенде бізде сондай жайт болды ғой, бір студент бала, колледждің студенті. Намаз оқимын дейді, бірақ жаңа Сирияға кетемін дейді, өзім жаңағы қоғам құрамын, өзім жаңағы дінді көтеремін дейді, ата-анасын тыңдамай сол кезде түсіндіріп айтты ғой. Бізде шариғи тұрғыдан да жаңағы өзіміздің қазақтың жаңағы салт дәстүрінен де ең бірінші ата-ананы сыйлау керек. Ата-анасын разылығын алмаған, ол жаңа Алланың разылығын алмайды дейді ғой. Сол себепті ол балаға түсіндірдік. Қайда сен жаңа дінім, ойбай исламды көтеремін, үйтемін дейсің, бірақ әке-шешең тыңдамайсың. Ол қалай сол кезде деп түсіндіріп айтып, сол кезде бала түсініп, сіз болдыңыз ғой сол кезде. Бала түсініп қайтты ғой, сол райынан қайтты, кешірім сұрап, екінші қайталамаймын деп. Сол білместік қой көбісі, білместіктен болады барлығы. Сол кезде сол баламен сөйлесу кезінде мен де бір нәрсені аңғардым. Осы жерде бөлісе кетейін. Демек, енді ата-анасының да жалпы діндар екені байқалды. Діннен хабары бар екені байқалды. Алайда діннен хабары бар ата-ананың да баласы адасып кетіп отыр, өкінішке орай. Сәл қалып тұр да, сондай үлкен бір жауапкершілігі өте оңай болмайтын қадамды баса жаздады, былайша айтқан кезде. Демек, сауаттылықтың жеке тұрғыдан маңызды екенін мен сол кезде аңғардым. Біз кейде ойлап қоямыз, намаз оқимын, менің балам бәлкім менің ісімді қайталайтын шығар, бірақ ол жеткіліксіз екен. Балам намаз оқымасын, оқысын, бірақ оны қадағалау негізі ата-ананың міндеті екен. Орыста сөз бар ғой, сапожник без сапога деген сияқты. Қадағаламаса болмайды ол. Мен тура жолдамын, болды, мен балам да сол деген болады. Әр адамның өзінің психологиясы, түсінуі, мысалы, Құранды да мысалы оқыған кезде де біреу пәтуа берген кезде әркім өз ойымен пәтуа береді дейді ғой. Сол сияқты әркімнің өзінің ойы бар, сол себепті мен баланы қадағалап отырған дұрыс, ол сөйлесу керек. Егер де жаңағыдай басқаша жайттарын байқаған жағдайда жаңа өзіңіз айтпақшы дабыл қағып теолог мамандармен, жаңа имамдармен, психологтармен сөйлестірген дұрыс болады. Алдын алу керек қой. Біздің енді ең бірінші мақсатымыз Қазақстан тұрғындарын жаңағы құқығын қорғау ғой. Жаңа алданып, басқа енді Қазақстан бүкіл әлем бойынша ең бірінші жусан операциясын Қазақстан жасады. Кезінде кеткен адамдардың барлығы қайтып келген кезде өкініп жылап жатыр, білмей қалдық. Біз ояқта ешқандай саясат жаңа құрмайды екенбіз, діни ислам несін
құрмаймыз, ояқтың бәрі өтірік екен, соғыс екен, аштан қалдық, үйттік бүйттік деген сияқты барлығы жылап өкініп келіп жатыр ғой. Келді сол кездері. Сол себепті ол білмейтін нәрсеге біз жылтыраған нәрсеге қызыға бермеу керек дегенде ғой. Интернеттен қарайды, сол жылтыраған нәрсеге қызығады. Ол білген дұрыс. Жалпы діни сауаттылықты білетін адамнан алған дұрыс қой. Имамдардан алған дұрыс. Жаңа теолог мамандармен сөйлесіп алған дұрыс. Интернеттен алған ол дұрыс емес ол. Дұрыс. Ішінде не жатқан белгісіз ғой. Жаңағы осы мәселеде туындайды ғой сұрақтар. Енді радикалды адамдардың көбісі біздің мемлекетіміздің саясатын жақтырмайды, жоққа шығарады. Мысалға, ал діндар емес бір топ бар, халықта білесіз, дінді де ұстанбайды, бірақ дінді ұстанушылардың көзқарасын құптамайды. Жаңағы осы жусан операциясымен, арнайы операциямен елге қайтқан осы азаматтарды біз айтқан кезде, олардың барлығын бірден құрту керек еді, жоққа шығарып, көздерін бірден елге әкелмей сол жерде қалдыру керек. Біз айтамыз, жоқ, біздің мемлекетіміз, өзіміздің саясатымыз сол. Ол өзге елде не істейді, оның да құқығы бар деген секілді. Бірақ жауапкершілігі бар. Ол жауап берсе, өзіміздің еліміз жауап береді деген секілді. Яғни әрқайсысына қанша жыл берілсе де, ол біздің елімізге қайтарылғандыр. Өйткені оның баласы бар, жақындары бар. Әрбір қазақстандықтың жаңағы несі біздің өзіміздің қазақтардың мойнында ғой жалпы. Құқығын қорғау. Қай жақта жүрсе. Сол кісілерге де айтамыз ғой. Бала радикалдық ананы таңдамайды. Өйткені ол жерге кетіп қалған балалар да бар өте көп. Сәби болып сол жақта дүниеге келген, кейін осы елге оралған кезде, алайда процесс толық түсініп тұрған жоқ. Әке-шешесі сотталып жатыр, бірақ бала қай жерде жүргені әлі толық түсінбейді. Не мәселе болып жатыр деген секілді. Біз айтамыз енді, ол балалардың да өмір сүруге құқығы бар. Өйткені жаңағыдай. Біз кейде моральды түрде де адамдарға сол нәрседен қамтылғанымыз жақсырақ деп, сол кезде тұрақты болуға біз әрекет жасаймыз деген. Енді осы тұста радикал адамдар кейде айтады ғой, сендердің саясаттарың дұрыс емес, анау-мынау. Сол кезде біз осымен салыстырамыз. Егер біздің саясат дұрыс болмаса, онда бізге бәрібір болар ма еді? Кім қайда жүр, не істеп жатыр? Бәрін жан-жаққа мән бермей қалдырып сонда. Ол кезде мен ойлаймын, қоғамдағы түсініспеушілік екі есе артып кетуші ме еді. Бұл енді біздің жалпы саясатымыздың жемісі шығар деп ойлаймын. Енді жалпы бұндай радикалды топтардың немесе сол шетел асып кетіп жатқандардың саны артпасын деп тілейміз ғой әрине. Бірақ ақпараттық түсіндіру тобы енді оның ішіне қазір бәріміз кіреміз. Сіздер де, біздер де, кез келген сала мамандары, әсіресе психологтар да бар қазір. Өте тұрақты жұмысты жасап келе жатырмыз ғой. Бір мәселені қайталай беруден ешнәрсе шықпайды ғой деген секілді пікірлерді естіп жатамыз. Сіздер осы жыл сайын айтасыздар, дін мәселесі деп айтасыздар, қозғайсыздар, бірақ қайықтан азайып жатқан. Біз де айтамыз, жоқ, біз шаршамаймыз айтудан. 10 рет айтсаң, әйтеуір біреу есінде қалады ғой. Тоқтамаймыз. Тіпті исламда да атақты ғалымдар болған ғой, білген нәрсесін білмегендей тыңдайтын болған екен. Бұның өзі бір үлгі ғой бізге. Сол себептен біз де айтамыз, біз шаршамаймыз, түсіндіруден де, көрсетуден де жалықпаймыз. Енді негізі айтылатын мәселелер де осы ғой. Қазір енді радикализмді көбісі осы діннен келеді деп түсініп қалып жатқаны, енді діни проблема көптігінен ғой. Әйтпесе бір ұстазымыз айтып еді, жаңағы толеранттылық мәселесінде біз өкініштісі өзіміздің арамызда қазір қиындық болып жатыр. Өйткені христиандарды көре бермейміз, өз-өздерімен түсініспей жатқан. Буддисті көрмейміз, алайда мұсылмандарды көріп жүрміз. Сен ханафисің, сен сәләфисің, өз арамызда кішкене толеранттылықты сақтау қиын болып жатыр қазір. Ал бірақ енді радикализм енді мынандай бір пікір жақсы қалыптасып тұр қазір. Радикализм діннен емес, дінді дұрыс түсінбеуден шығады. Ал енді діни сауаттылық болатын болса, ол қазір осы адамның да, қоғамның да бір негізгі иммунитеті ғой, қорғайтын. Қазір бізде енді жалпы осы салада көбіне осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз енді. Жалпы өзекті мәселелер талқыланды деп ойлаймын.
сізге де осы алтын уақытыңызды бізге арнап келгеніңізге көп рахмет. Енді әлде де жалғасын табады деген үміттемін. Өзіңіз айтпақшы, енді сіз бар, біз бар, өзіміздің жаңағы Қазақстанымыздың жұмыла көтерген Қазақстанымыздың тұрғындарын жаңағы жат ағымға, басқа да бір жауапкершілікке тартып кетпеу мақсатында біз шаршамаймыз, ескертуден шаршамаймыз. Әрқашанда есігіміз ашық, жеке сөйлесемін десе, сіздердің есіктеріңіз ашық. Қылмыстық жағынан жаңағы юридический не дейді ғой, көмек керек болса есіміз ашық. Қорқыт ата 18 Қызылорда облыстық полиция департаментінде экстремизм қарсы қимыл басқармасы бар. Сол жақта жаңа қызметкерлер бар. Қандай да бір түсінбеушілік жағдайлар болса, әрқашанда қабылдауға дайынбыз. Бірге, жаңа өзіңіз айтпақшы, әрқашанда дайынбыз ғой. Ешқашан шаршамаймыз. Рахмет сіздерге. Енді қызметтеріңізге тек сәттілік тілейміз. Ең бастысы бір мүдде ғой, еліміздің тыныштығы, қауіпсіздігі. Өйткені бұл мәселені біз екеуі ара қозғағанымен, оны түбіне дейін зерттемеген халық отыр, көрермен, яғни бәлкім өздерінің пікірін айтуы мүмкін, бірақ мәселеге келген кезде оларда бәрібір қиындық туындайды. Енді мен ойлаймын, бұл жалғасын табатын дүние шығар, өйткені осы сұхбатымыздан кейін әлі де сұрақтар туындауы мүмкін. Мына мәселе айтылмай қалды, немесе осы мәселе айтылса жақсы болар еді, осындай сұрақ қойсақ бола ма деген секілді, бәлкім жалғасын тауып жатса әлі де кездесерміз деген үмітім бар. Рахмет, жалпы біздің осы сұхбатымыз қазір тәмамдалды. Енді Құдай қаласа алдағы уақыттарда осы және өзге де мәселелерді біз қамтитын боламыз. Жалпы барлығыңызға рахмет, алғысымызды жеткіземіз.